Ассалаумағалейкум достар, сендермен бүгін Рико Кизет жеге бүгін біздің арнамызда өте керемет видеолардың бәрі десек болады. Жеге бүгін өте керемет заттарды айтатын боламын. Жеге мен алдын жасаған конкурс өте керемет. Аккаунтты кім қашан жауап шығады деп барлықтарын жан-жақтан сұрап жатсына. Оның жауабы бір. Менің каналымның бір жылдығына орай Құдай қаласа бұйыртса 12-сі 13-не шығарып қаламын. Менің каналым бір жыл болады екен, 12-сі жеге осы апрель айында. Бір жыл ровно. Және мен жеге өзімде туылған күнім, мысалы 13-ші каналым ашылған, 12-сі. Мен туылған күнімнен бір күн алдын каналымды ашпын, дәл осы бір жыл алдын. Сол 12-сінен бір жыл алдын мен үшін каналға YouTube'ға келіп бастаппын. YouTube'да сендермен қош келдіңдер деп жақсы күтіп алдыңдар. Мен сендермен кездестім YouTube'да осыдан бір жыл алдын жеге. Сондықтан сонымен бір жылдығына орай өте керемет конкурстың жауабын шығарамын. Және тағы да өте керемет конкурс бастап кетсем ба деген ойда бар. Сол үшін де өте бақтарыңыз көп. Қазірден бастап ана подписаться етіп, колокольчикті басып, астына топ комментарийлер жазып, толтырып жазып кетекші жеге. Сол мен айтарым жеге, сендерге конкурстың жауабын көп сұрап жүрген жеге. Рико айт конкурсы жауап қашан аяқталады, аккаунтты қашан бересің дегендей жеге. Прокачка аккаунт барлығын топовый теріске шығаруға тырысатын боламын. Сол 12-сі жауабын стрим кезінде анықтайтын боламыз. Мен қолым босатып қоямын. И потом 13-ші менің туылған күнім болады. 13-ші мүлде қолым босамайды. Сондықтан так что 12-сін күтеміз, келесі айдың апрелдің 12-сі актив көрсетіп жүріңдер жеге. Көп барлығымыз осы видеомызға жеге барынша лайк басайықшы, барлығымыз қолдап достарымызға таратып поделиться дейді кнопка болады, астына сонымен таратайық. Жеге және менің арнамда неге видео сирек шығып кетті, неге аз видеолар дым көп шықпай кетті, неге қызықсыз болып кетті деген менде мүлде идея болмай жүр жеге. Не түсіремін, басым қатып, еще 8-ші наурыздан кейін еще карантин, сонымен миым қатып кетті, не түсіремін білмеймін. Ал сендерден соны сұрау үшін бүгін жеге барлықтарынан өтініп тұрып сұраймын, астына комментарий толтырып кетіңдерші, не түсірейін соны жазып кетіңдерші. Сендерден көмек керек жеге маған. Мен ашы қазір видеоға деген мүлде жалайым жоқ. Сендер активіңіз көрсетіп жеге, видеоға мен шартымды ашу үшін активіңіз көрсетіп, мен лайк басып, астына комментарий толтырып жазып кетсеңдер, сонда мен видеоны күн сайын емес сағат сайын шығаруға дейін тырысатын боламын. Сондықтан сендерден қолдау керек, маған қазір қолдау өте аз болып жүр. Жеге мен керемет аккаунтымды ойнаттым, және де мен ровно 100 мың подписчик болғанда мен осы аккаунтты ойнатамын. Оғашын бұл қандай олдский аккаунт болып кеткен жеге. Бұл үшін Мысыр пропускынан бері бәрі бар, Мысыр пропускынан бері алып келатырмын. Мен ең алғашқына безумный панда да болған, мен де жеге осындай осы аккаунттарды ойнататын боламын жеге. Өте керемет аккаунт тұтып алуларын келсе, барлықтарың солай болсын жеге бауырларым. Барлықтарыңнан сұранарым, астыға жазып кетіңдер, мен не видео түсірейін деп, және видеоның соңына дейін бақылайық, қандай керемет пайдалы ақпараттар. Жеге менен көріп тұрсыңдар, M40 скоро бізде болып қалар. Осы менен көріп тұрсыңдар, осы M40 біздің скоро инкубаторымызда шығады. Мынау менде аккаунтта қолына инкубаторын алам, осындай M40 инкубаторға шығады. Және де мен бір елдерден көрдім, осындай халявалар шығыпты, бірақ өтірік шынын білмеймін нақты. 20 қырсал өтірік, бұл пайды өтірік. Және де видеоның аңғарыңда жеге. Мына видеоны бір жақсылап қарап жеріңдер. Бұл өтірік шын екен, өздеріне бір айтып кетесіңдер сосын. Братва, бұл видео арнайы сендер үшін жасалған нема. Бұл осындай көп ютуберлер өсіп шығарады жеге, көбісін сене бермеймін, барлығын шындықты айтып көрсетіп жатқаннан кейін маған сенсеңдер болады. Мен көп ютуберлер осындай шындықты өтіріктер жасайды, сондықтан көп сене бермейміз. Және менің арнама тіркелсеңдер, мен тек шындықты айтамын. Өзім 100% сенімді болмаса, мен оны ешқашан видео қылып шығарып сендерге көп бөліспейтін боламын жеге. Сондықтан арнада белсенді болайық, мен 100% шығатын заттарды айтатын боламын. Жаңа көрдіңдер, мен басқа ютуберлердің қалай өтірік істейтін заттарын тауып алған болатын. Мен барлығы осылай екен жеге. Көп ютуберлер өйстіп алдайды, ал мен сендерді мүлде алдағым келмейді. Сондықтан мен де конкурстың жауабын стримде барлығын деріске қылып істейін деп жатырмын. Сондықтан барлығымыз скоро күтіңіздер, және астына міндетті түрде комментарий толтырып жазып кетіңіздер жеге.
мен қандай видеоға мүлде шаптым ашылмай жүр, не видео түсіремін білмеймін, басым қатып ештеңе істегім де келмей жүр. Сендерден қолдау жоқ болып жатқан сондықтан ба астыға міндетті түрде жазып кетіңіздерші, мынандай видео түсірші, мынау дейтіндей. Сонда мен сендерге өте керемет видеоларды аямайтын боламын. Алда жаз келе жатыр, және жаз келе жатса мен прокатчик аккаунттарды тоқтатпай түсіремін. Сондықтан арнада активный болыңдар. Бұрыннан көріп мен каждый видеома лайк басып бүкілі болса, мен сол балдарға да без рандомизатор арқылы да жасап беріп қалуым мүмкін. Сол балдардың арасын таңдап дейтіндей активный байқап жүрген балдарға ғана жасайтын боламын. Прокатчик аккаунт Деге мен бүгінгі айтарым осы, сендерден көмек сұрарым осы, астына комментарий жазып кетіңдер. Мен мүлде видеоға шабытым ашылмай жүр, сол шабытымды ашу үшін сендер лайкты аямай және комментарияны толтырып, арнамызды подписка етіп, қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаңыз. Өз достарыңа таратуды ұмытпаңдар. Деге сендермен болған Рико қызы. Деге мен бүгін тек осы үшін ғана видео шығардым. Көп болды видео шығармал, және видеоға да мүлде жалайна жоқ. Сол сендерден не видео түсіретінін сұрау үшін Рико сендерге қайта келді десек те болады ғой. Үшін дайте Деге. Всем пока. Ертеңде видео шығаруға тырысатын боламын. Нелі бүгін қазір видеоны түсіріп дайындап ертеңге дейін сендер үшін. Сендер албысыңдар осы видео комментарияны толтыра беріңдер. Мен өзіме не видео түсірім идея іздеймін. Алып кеттім онда. Давайте. Всем пока. Чао. С вами был Рико. Давайте.